Сарыағаш ауданы әкімінің қолдауымен жастар ресурстық орталығының ұйытқы болуымен мәдениет үйінде болашақ жастардың қолында тақырыбында мемлекет және қоғам қайраткері тіл жанашыры Оразкүл Асанғазы қызымен кездесу өтті. Зиялы тұлғамен кездесуге мектеп оқушылары, студенттер, жалпы аудан жастары белсенді түрде қатысты. Жастардың зияткерлік әлеуетін көтеруге бағытталған іс-шараны өткізудегі басты мақсат жас буынды елжандылыққа тәрбиелеп, тілге деген құрметін арттыру. Ауданымызда жастарды рухани жағынан байыту мақсатында зиялы тұлғалармен кездесу жиі өткізіліп отырады. Сондай кездесулердің бірі Оразкүл Асанғазымен өткен еркін форматтағы жүздесу. Сөз басын айналайын жастар деп бастаған тіл жанашыры жиында жастар арасындағы ең өзекті саналған мәселелерді көтеріп, соған байланысты өз ойын тұжырыммен жеткізді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында, сонымен қатар биылғы жастар жылына орай мемлекет және қоғам қайраткері Оразкүл Асанғазы қызымен жастардың кездесуі болып өтті. Бүгін кездесу өте тамаша өтті деп ойлаймын. Кездесуге ерікті түрде 300-ден астам жас қатысты, яғни 400-ге жуық жас қатысты. Жалпы кездесу еркін форматта өтіп, жастар өздерінің ішіндегі сұрақтарға жауап алды деп ойлаймын. Жастардың бұл іс-шарадан алатыны өте көп деп ойлаймын. Өйткені тәрбие бағыты, жалпы білім саласы, сонымен қатар достық қарым-қатынас, солардың барлығын кеңінен түсіндіріп өтті деп ойлаймын. Ғаламтордың шырмауына байлану, жат әдеттерге құмар болу, өмірге деген көзқарасын енді қалыптастырып келе жатқан жасқа кері әсер ететінін ерекше айтып өтті. Сонымен бірге ұлттық құндылықтар, рухани байлық жайлы өрбіген сұхбат жастарға ерекше әсер сыйлағаны анық. Оны залда тапжылмай зейін қойып тамашалаған жастардан анық аңғаруға болады. Бүгінгі мемлекет және қоғам қайраткері Оразкүл Асанғазы қызымен кездесу өткізудегі негізгі мақсатымыз бұл жастардың бойындағы ұлттық тәрбиені, сондай-ақ біздің ертеден келе жатқан ешкімде жоқ болмысымыз бөтен қазақы болмысты, отбасы өнегесін, отбасылық құндылықтарды дәріптеу мақсатында елде осындай халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуді негізгі мақсат ретінде жастардың келешегіміз деп, сол жастардың бойында осы үлкендерден өнеге сөздер естісе, солар тәлім тәрбие алса деген мақсатпен бүгінгі кездесуді ұйымдастырдық. Оразкүл Асанғазы қызы тек қана қоғам қайраткері емес, ол кісі ана, ол кісі елдің анасы болған. Осындай деңгейге жеткен өзінің өмірбаянымен байланыстырып отырып, жастар үлгі алса, сол кісідей болса деген үмітіміз болды. Үмітіміз ақталды деп есептейміз. Үшбірде ауданның құрметті азаматы атанған Оразкүл Асанғазы қызы отбасы тақырыбынан да айналып өтпеді. Өзінің өмірлік тәжірибелерін тілге тиек ете отырып, кез келгеннің бойын тулататын әсерлі әңгімелермен бөлісті. Өте бір керемет жақсы кездесу болды. Жастар деген өзіңіз көрдіңіз ғой, керемет сұрақтар қойып, көздерінен нұр шашып, сұрақтар қандай керемет. Сондай бір жақсы пікірталас болды, мен соған қуаныштымын. Жастардың осындай қазіргі саясатқа, қазіргі әлеуметтік жағдайға, қазіргі жалпы болашаққа деген жастардың осынша қызығушылығын мені өте қанаттандырды. Кездесу барысында залда отырған жастар қоғамда өзекті саналған және ел анасының дерегі бойынша сауалдар қойып, мардымды жауаптар берілді. Майра Нұрмахан, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.